күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта педагогика, психология пәнінің оқытушысы Жангүлім Серікқызы. Қайырлы күн, көрермендер. Мен сізге бірнеше сұрағым бар. Бірінші сұрағым, не себепті мұғалім болуды таңдадыңыз? Жалпы мұғалім болу ол бала кезгі арманым деп мен айта алмаймын. Өйткені менің таңдаған пәнім де, жалпы бағытым да басқа болды. Кейін осы әкемнің ықпалымен мұғалімдікке деген бір қызығушылығым ашыла бастады. Сол себепті мұғалім болуды таңдадым. Қандай керемет. Екінші сұрағым, алғаш мұғалімдікке келген жас кезіңіз мұғалімдік қиын сәттер болды ма? Негізі мен өзім 2023 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетін бітірген болатынмын. Педагогика және психология пәндерінің оқытушысы болып. Кейін алғашқы еңбек жолым 2024 жылы Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагог колледжінде басталды. Кейін онда 1 жыл уақытта жұмыс жасап, еңбек етіп, осы колледжға тек жұмыс жасағаныма 1-2 айдай болып қалды. Бәріміз ұстаздарымыздан үлгі алып, солардың ізімен жүріп келе жатырмыз. Сізге ұстазыңыз қалай әсер етті? Жалпы ұстаздық жол ол өте бір жауапкершілігі мол, үлкен бір жауапкершілікті талап ететін маман иесі. Мектеп уақытында, яғни оқушы болған кезінде, әр пән ұстаздарынан белгілі бір мөлшерде өзіме керекті білімді алдым деп ойлаймын. Сол себепті менің ұстаздарға қарап бір жағынан қызығушылығым арта бастады. Және кәсіби күйіп кету, стресс, шамадан тыс жұмыс, оны қалай жеңдіңіз? Негізі сүйікті ісіңмен жұмыс жасасаң, ешқандай да бір стресс те, күйіп кету де орын алмайды. Өйткені ол жан тәніңмен беріліп, ол жұмысты сүйіп жасасаң, керісінше ол жұмысқа деген өзіңнің бар энергияңды, бар күшіңді жұмсағың келіп тұрады. Сол себепті де менде бір айтарлықтай күйіп кету, стресс әлі болған жоқ. Керемет. Оқушы мен мұғалім арасында бір сенім бар дейді. Бұл туралы не айтасыз? Бұл негізі мұғалім мен оқушылар арасындағы сенім, ол оқу процесінде жүретін белгілі бір сенім деп айта аламын. Бұл жерде ең бірінші үлкен бір жауапкершілікті мұғалім алады. Егер мұғалім тарапынан балаға деген мотивация, қолдау, бір сенімділік болса, соған қарай бала да керісінше ашылып, өздерінің қателіктерімен жұмыс жасап, өзін жақсы жағынан көрсетеді. Енді мұғалім ретінде көптеген оқушылармен жұмыстанып жатырсыз. Солардың ішінде қиын оқушы болды ма? Қиын балалармен жұмыс жасау болды. Бірақ та ең бірінші балаларға тек білім беріп қана қоймай, бұл жерде оларға эмоциялық жағынан да қолдау көрсету керек, олардың ішкі сезімдерін түсіне білу керек мұғалім деген. Сол себепте балада кері байланыс жасай алады деп ойлаймын. Ата-ана және мектеп түсініспеушіліктерін қалай шештіңіз? Сол жағы сізге қиын болмады ма? Менің енді еңбек тәжірибемде ондай бір айтарлықтай ата-ана мен мектеп ішіндегі кедергілер мүлдем болған жоқ. Бірақ егер де сондай алдағы уақытта кедергілер болып жатса, ең бірінші баламен, одан кейін ата-анасымен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Яғни куратор ретінде болсын, сынып жетекшісі ретінде болсын. Мен келесі сұрағымды мұғалімнің жеке дамуына арнағым келіп тұр. Жеке даму ретінде немен айналыстыңыз? Қалай дамыдыңыз? Жеке даму негізі әр тұлға, әр адам баласы ол ешқашанда дамуды тоқтатпау керек. Әрқашан тек қана өзінің маманынан емес, жан-жақты даму керек деп мен ойлаймын. Қазіргі кезде тіпті мұғалімдерге арналған бірнеше курстар бар. Одан бөлек мұғалімдер болсын, жалпы тұлға болсын, өзінің жеке айналысатын хоббиі бар деген сияқты. Мен хоббиді сол кітап оқудан аламын. Одан кейін сурет саламын. Не деген керемет. Сурет салу енді адамның дамуына көп
ықпал ететін сияқты. Мен өзім де сурет салғаннан ерекше ләззат аламын. Сұрақтарға қайта оралайық. Уақыт білеміз, мұғалім болу оңай жұмыс емес. Сабақ, үй, жеке өмір, бәрін бірге қалай алып жүрсіз? Бұл жерде енді айтып отырмын ғой, бана адам сүйікті жұмысымен айналса, кез келген уақытқа да белгілі бір жоспарын құрып сыйғызуға болады. Енді әр нәрсенің өзінің белгілі бір мөлшердегі уақыты бар ғой. Жұмыс уақытынан кейін де адам өз-өзіне кішкене уақыт бөліп, өзінің сүйікті істерімен айналысса, моральдық тұрғыда да, физикалық тұрғыда да алып үлгеруге болады деп мен ойлаймын. Мінекей достар, сонымен біздің мұғаліммен сұхбатымыз аяқталды. Сізге көп-көп рахмет. Және де біздің көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Қош сау болыңыздар.